Жақсы жарымыз дегендей, бірде бір елдің патшасы түс көреді. Түсінде тістерінің бәрі түсіп қалған ғой. Бірде бір тісі қалмай. Содан жалма-жан түс жорушыларын шақыртып, түсін жорып атқан. Сонда апыр-ай тақсыр деп қоймайтын ұқсайды. Не болды сонымен, не болды түсімді жор деп асығады ғой. Сонда түс жорушы айтқан екен: сіздің шаңырағыңыз шайқалайын деп тұр, шаңырағыңыз ортасына түсейін деп тұр. Бүкіл бала-шағаңыз бірі де қалмай қырылып қалады, өліп қалады. Бір апат келейін деп тұр сізге. Жаңғыз өзіңіз қаласыз. Мына өмірде дейді ғой, шаңырағыңды жаңғыз өзің қаласың дейді. Патша шошып кетеді да нөкерлерін шақыртып, дереу мына зынданға тастаң, бүгіннен қалдырмай, мына басын алың, тілін кесің деп нұсқау береді. Содан екінші түс жорушыны шақыртады. Екінші түс жорушыға түсін баяндап береді. Сонда екінші түс жорушы: апыр-ай тақсыр, сізді бір жаңалық күтіп тұр дейді ғой. Патша қуанып кетеді. Не болды деп. Қандай жаңалық деп. Сіз жақсы түс көрген екенсіз, ұзақ өмір сүреді екенсіз, мына бала-шағаңыздан да көп өмір сүреді екенсіз деп қуантады патшаны. Патша енді сүйіншілеп, ат басындай алтынын беріп, сөйтіп ырза болып қалады. Енді айтайын деп отқаным, енді екі түс жорушы да соны айтып отыр ғой. Бірінші түс жорушы енді сөзін жеткізе алмады. Бірден қалай бар солай қылып айтып берді ғой. Екінші түс жорушы да енді бала-шағасын қырылып қалатын бәрін біліп отыр. Дегенмен сіз көп өмір сүресіз, бала-шағаңыздан да асып түседі екенсіз, ұзақ өмір сүреді екенсіз деп соны тұспалдап айтып отыр ғой. Ойын дұрыс жеткізе алмай отыр бірінші түс жорушы. Сол себепті сөйлеген кезде сөздің құдіреті деген бар ғой. Әрбір сөзімізге мән беріп, айтатын ойымызды жан-жақты ойланып айту керек. Жақсы сөз жарымыз деп жатады. Түсті қалай жорсаң, солай кетеді дейді. Тек жақсы сөйлейік, жақсы ойда болайық.